Сендермен бірге Nordic KZ. Сәлем достар, біз бүгін жаңадан канал аштық, және де осы каналда жаңадан бірінші видеоны түсірейін деп жатырмыз. Біздің алғашқы видеомыз бұл Free Fire болады. Яғни Free Fire'ды ойнаймыз. Бұл қазіргі бүкіл әлемдегі, Қазақстандағы және де басқа да елдердегі өте керемет ойын. Сондықтан да біз оны ойнап көруді шештік. Бірақ та ол кейбір адамдарға ұнамауы мүмкін, бірақ та бұл ойын көп адамға ұнайды. Сондықтан біз осы видеоны Free Fire'ға арнаймыз. Сонымен кеттік. I really don't play your game, haters. Достар, енді біз мінекей өзіміздің видеомызға қайтып оралдық. Міне, бұл Free Fire ойыны. Мен әрине осы ойында біраз ойнадым, біраз почти бір ай болып қалды бізге енді ойнағанымызға. Мен біраз енді донат жасағым рас, енді көріп тұрғансыздар, мен пингвинді сатып алдым дағды. Роналдоны енді жақында енді осы Роналдо шықты, және де оны сатып алуға бізге бір алмазға сатып алуға мүмкіндік берді. Сондай халявалар болды енді. Осы уақытта енді ойнап жатқандарыңыз болса, оны енді өткізіп алғаныңыздар, кешіріңіздер. Ол өтіп кетті енді. Сонымен енді біз қазір рейтинг ойнамаймыз. Себебі қазір мен сіздермен бірге отырып рейтинг ойнасам, мен ұтылып қалуым мүмкін. Бірақ сондықтан менің рейтингім өзімнің түсіргім келіп тұрған жоқ, өзім рейтингімді. Сондықтан мен қазір бір классическийден өзім сол ойнаймын, жалғыз. Және де менің қалай ойнайтынымды көріңіздер. Мен енді керемет, өте мықты ойнаймын деп айта алмаймын достар. Бірақ та біраз ойнаймын. Менің атым осы, қазір мен сіздерге айдиімді көрсетейін. Мені көріп жатқан адамдар болса. Бұл әрине ең алғашқы видео болмақ біздің каналымызда. Мінекей менің айдиімді көріп тұрған шығарсыздар. Осы жерде скриншот жасап алуларыңызға болады. Болсаңыздар кеттік. Мінекей мен қазір ойынды бастаймын. Ал кеттік қане достар. Біз қазір ойынды бастадық. Біраз дауысын ақырындатып қойын. Достар, мен телефоным Samsung A10. Яғни өте керемет телефон емес. Сонда да Free Fire'ды айтып көтереді. Бізге енді ең бірінші 50 подписчикке жету, одан кейін ары қарай 100 подписчик, одан кейін кете беріп, ақырындап бір 100 мың подписчик қылсақ енді бір. Бірақ енді оған жету әлі қайда. Бұл менің ең алғашқы арманым, одан кейін ары қарай тағы да кете береміз. Солай бола береді ғой. Мінекей менде біраз қатады енді ойын. Көріп тұрғандарыңыздай. Біраз ойын қатады, қатады. Сондықтан енді кешіріңіздер енді, бұл енді қатты, мықты телефон емес, сондықтан да қататын шығар енді. Қазір біз ойынды бастап жатырық, міне. Классический бұл оңай болатынын білемін. Адамдармен қоса боттар көп болады. Біз қазір мен өзім милға түскенді жақсы көремін, сондықтан қазір милға түсеміз. Егер де сіздер комментке жаза кетіңіздер, мен қандай бір қиын карталарға түсіп көрейін. Мысалы, Clock Tower, фабрика деген сияқты. Бірақ біз қазір жетпейтін сияқтымыз менің ойымша. Милға. Достар, менің артымда адамдар бар екен, боттар да бар шығар мүмкін. Негізі бұл ойында боттар болады ғой енді. Білетін шығарсыздар, өздеріңіз бұл ойында ойнаған шығарсыздар. Боттар әрине ат салмайды, біз сияқты емес енді. Олардың атқан оқтары да тимейді, сондай. Сондықтан бізге оларды өлтіру оңай болады. Бірақ бір кездері шынымен адамдар болған кезде олар өте жақсы ойнайды, сондықтан бізге қиын болады олар. Достар, біз заттар ең алғашқы оқтарды жинап жатырық.
комментке жаза кетіңіздер. Ең қалай тиімді ойнауға болады, қалай жақсы әдістер бар ойнаудың, қандай құпия әдістер бар, сондайларды жаза кетіңіздер комментарияға. Мен қуана оларды жасап көріп, оларды эксперимент ретінде қолданып көремін. Және сіздерге соны видео ретінде шығарып көрсететін боламын. Барлықтарыңыз білетін боласыздар, егер білмейтін адамдар болса. Біз қазір мелдің жанындамыз, бірақ та тура мелда емеспіз. Мен ойымша МК жақсы сияқты, бірақ оның оғы жоқ екен. Достар, біз қазір мелға қарай барамыз. Өйткені мына жақта дым от жоқ. Сондықтан бірінші мелға барғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Мелда жақсы оттар болады, нормально. Бірақ енді фабрика, Клоктовер сияқты жерлердегідей керемет оттар болмайды. Бірақ ол жақтарға өте көп адам түседі. Біз ол жақта бірден ұтылып қалатынымызды біліп тұрмын. Ұтылып қалатынымды. Сондықтан мен сіздерге біраз ұзақ ойын болсын деп, біраз ұзақтау видео болсын деп осылай жасағалы тұрмын. Біраз оңай жерлерге түсіп, адамдармен тіпті атыспайтын да шығармын. Адамдарды көремін ба білмеймін. Адамдарды көрсем атысуға тырысам, бірақ мен обязательно айтайын, бірден айтайын сіздерге, мен ботпын. Мен ботпын. Менің достарым бар, қазір Free Fire ойнайды, олар мықты ойнайды қазір. Олар бұрыннан бері ойнаған. Мен бұрын ойнағанмын, бірақ та өзіме сол кезде кішкентай кезімде қызық емес болды да, сосын тастап кеткен болатын Free Fire'ды. Сондықтан біраз уақыт ойнамаған, енді қайтадан ойнау қиын болатын шығар. Ой, достар. Достар, не достар, қазір ой, мен ботпын көргендеріңіздей. Мен жаңадан ойнаған жоқпын, біраз ойнадым. Мына жерде боттар жүр. Боттарны бірден өлтіреміз. Өйткені ол бот екен, көбірден көрініп тұр. Менен қашқанына қарағанда. Мен де ботпын ғой. Егерде ол адам болатын болса, егерде мен ол бот екен біліп тұрмын, ол менімен до конца атысар еді. Ал бізбен до конца атыспай қашып кетті. Менен достар қатты қатады менде. Ең басында қатпайтын, қазір қататын болып жүр. Білмеймін не екен. Телефоным уже ескіре бастаған сияқты, достар. Қандай луттар, қандай автоматтар жақсы екенін айта кетіңіздер тағы да. Достар, тағы бір адам жүр. Мына жақта өңкей боттар жүр ғой, негізі адам емес, мыналар боттар екенін көрініп тұр, бәрі қашып жүр, мені маған атпай. Мен де оларды көрмей. Достар, бот үшін көмектесіңіз. Тым қызықсыз болып кеткен сияқты, менің ойымша бұл себебі барлығы боттар екен, ешқандай атысатын мықты адам жоқ. Бірақ та бұл енді бастамаға жақсы. Енді егер сіздер комментарияға жаза кетіңіздер, маған рейтинг ойна десеңіздер, мен рейтинг ойнаймын және адамдармен атысып көремін. Бірақ та мен рейтингті түсіріп алуым мүмкін. Мен көбінесе өзімнің жақсы ойнайтын достарыммен ойнаймын. Содан кейін солардың жанында жүріп әйтеу рейтингті біраз көтереміз. Жақында сезон аяқталғаннан кейін менің рейтингім золото 4 болған, түсіп қалды. Қайтардан көтеру керек рейтингті. Оны әлі көтерген жоқпын мен. Сол күйі тұр әлі. Бір серебро 1-ге түскен, соны қайтадан серебро 2-ге бір көтеріп қойғанбыз. Балалармен ойнап. Бірақ сол ойнағаннан әлі тұр менікі рейтинг ойнамай. Достар, менде ойын жаман қатып жатыр. Жаман. Дробовиктің оғын алайық. Достар, осы ойынды қолдай кетіңіздер. Осы видеолардың барлығын. Жақында тағы да көптеген видеолар шығарам мен. Осы мен каналыма тіркеліп кетіңіздер, өтінем.
біраз менің каналымды дамыту керек. Менде әлі ешқандай подписчиктер жоқ. Осы менің алғашқы видеом. Сондықтан осы видеоны қолдап лайк басып, комментарияларыңызды жазып, жақсы. Және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Алла қаласа 50 подписчикке жетерміз. Ана жақта бір адам кетіп бара жатыр. Жүгіргетін тоқтатамыз. Атуы қиын болып жатыр. Мына жаққа түсті ол. Біз қазір барамыз да, оны атып тастауға тырысамыз енді. Ол бот екен, тағы да көрініп тұр, ол бот. Менде боттың көріп тұрғанымыздай. Не атқаным оттяжка болып тимейді. Оттяжка болмағаннан кейін әрине ойнау қиын. Білмеймін әйтеуір, басқалар оттяжкамен достарым тигізеді. Мен және де маған сондай оттяжка тигізетін настройкада жасап береді, бірақ мен әйтеуір оттяжка тигізе алмаймын. Оны тағы да сіздердің комментарияға жазып кетіңіздер сол. Қалай оттяжканы жақсы беруге болады, оттяжка қалай жылдам әлі дәл тигізуге болады, оттяжка беруге болады. Соның бәрін айтып кетсеңіздер, комментарияға жазып, мен сіздерге риза болар едім. Мына жерде қазір ұшып бара жатыр. Мына жерге достар бізге бізге көп стена берді достар. Не екен білмеймін, әйтеуір бізге көп стена берді. Бірақ біз әйтеуір классический қазір ойнап жатырмыз. Бұл өте оңай болып жатыр, өйткені барлығы боттар. Мен әлі зонада жүрмін, дұрыс кәдімгі зонада. Мына менің ойымша классическийде қазір адамдар жоқ. Ана жақта қазір адамдар жүр. Боттар. Қазір мен ол жақтағы адамдар қайда екен көре алмай тұрмын достар. Сіздер көріп тұрсыздар ма? Достар, міне бір адам өлтірдім. Бір адам дегенде бір бот. Менің ойымша осы видеода өте ең көп сөз бот деген сөз болған сияқты. Сондықтан біз қазір адам деп айтайық. Бізде төртеу өлтіріппіз. Это что такое? Он что делает на мотоцикле? Это мотоцикл? Не знаю. Достар, мен орысша сөйлеп кеткен сияқты не? Енді арасында өстіп ойнап отырған кезде өзің қалай орысша сөйлегенді білмей қаласың. Қазір бізде ойын қатып жатыр достар. 23 адам тірі. Бұл жақта адамдар қазір бір адам жүр екен. Достар, осы видеоны қолдап, лайк басып, комментарий жазып, және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Қазір ол қайда міне? Достар, мен драбашпен ойнай алмаймын. Білмеймін неге драбаша болған бірақ. Біз кәдімгі бір қазір өте мықты ойнайтын адам сияқты болып. Мәселен достар, менің жанымда өте көп адамдар жүр. Бұл жақта бір адам жүр. Бір адам өлтірдік. Достар, екіншісіне көреміз қазір мына жерде.
Danger zona жүріп жатыр. Өзім сөйтіп айтамын оны. Себебі қауіпті зонада әйтеу қызылдың ортасында danger деп жазып тұрады. Сондықтан мен оны сөйтіп айтайын. Оның бәрін түсіндіріп жатқаным біртүрлі шығар мен сіздерге. Мына жақта бір машинамен жүр екен. Картада қазір 2 адам атып жатыр. Менің жанымда өте көп адам қазір. Мәссаған неге пристевді қайта көздей бердім. Мен просто бот сияқты дейін достар. Мәссаған ойын мүлдем менде қатып жатыр. Өйткені жанымда адамдар өте көп. Достар ана жақта бір адам көп тұр, бірақ оған жетпейтін. Айбай достар, жаман қатты ғой. Ой, хорош. Достар нормально кетті енді. Оп, достар. О, бір жаңа ғана хедшот жібердік бір рет. Ой, ё-май, достар. О, жаңа, ё-май, достар, хедшот өлтірдік жаңа ғана. Хедшот жақсы кетті. Мәссаған достар, біздің оғымыз азай қалыпты. Ой, мен байқамаппын. Вот екенімді көрдім. Қазір біздің дробашпен ғана ойнауымызға тура келіп қалуы мүмкін. Оны оқта қояйық. Стой. Просто это. Қазір достар. Адамдардың қай екенін білмеймін. 10 адам қалды достар. Бірақ та мына жақта да ойын кәдімгідей шын адамдар болады. Аз ғана. Бірақ олар бізге көбінесе кездесе бермейді. Ең басында, ең соңында ғана кездеседі. Біз дробашпен ойнаймыз. Атылмайды. Стой. Давай бүйтіп қашамыз достар. Қашайық, дробашпен ойнайық. Жоқ, дробашпен ойнайық болмайды. Давай достар, қашамыз. Менде уже оғаз жоқ десе де болады. Қазір дробашпен ату керек болып тұр бізге достар. Татырдар, бізде осы стена бар ма? Достар, ой достар, мен вообще ойнай алмай қалдым. Кешіріңіздер. Достар, біз өліп қалдық, классический өліп қалдық, әрине. Біз ботпыз, біліп тұрмын. Біз емес, мен ботпын, мен. Кешіріңіздер, біз деп айтқаныма оқып қалмаңыздар, сіздерді бот деп айтып жатыр деп. Мен өзім ботпын. Мен көбінесе өзім просто біз деген сөз көп қолданамын да, содан кейін біз деп айтып жүрген ғой. Мен өзім ботпын. Жақсы, онда достар, осымен видео аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де комментарияда жазып кетіңіздер. Біздің осымен Free Fire'ға арналған ең алғашқы каналдағы видеомыз аяқталды. Осымен сау болыңыздар. Және де қолдай кетіңіздер. Және де соның арқасында мен мықтылап тұрып Free Fire'ды үйреніп, ат-шашкаларды беруді үйреніп, сіздерге нағыз ойынды көрсететін болам. Және де рейтинг ойнап көрсететін болам. Егер де қаласаңыздар. Осымен видеомыз аяқталды, сау болыңыздар.